Бүгін біз балалар сабағында детский класста жомарттық деген қасиетті өттік. Жомарт болу, беру және жомарт болу менің қасиеттерім. Өзін менің нышандарымен безендірген адам бақытты болады дейді. Қойлар, қойдың каркасы. Бүгін біз мына қойдың каркасы әже істеді темірден. Енді скульптурный пластилинді. Кішкене аламыз бірінші. Мама, куда он такой сильный? Тыңдаңдар, мынаны кішкенеден мына бетін жабыстырып күшітіп қоямыз бірінші да. Мына нелері көрмей тұрсын. Кішкене жұқалап қана жағамыз. Сындар көрмей тұрсын. Болса үлкен жасқа қазір бәрі жетпей қалады. Кішкентай судан жапсырып шығамыз. Кішкентай мамаңмен бірге сендер дамайсың. Не упал. Көп жаға бермеңдер. Мына кішкене ғана бетін жабыстырып қоямыз. Мына бет әдемі болып тұрсын да сас сияқты. Мына жерде бізде кентайды. Мен де істеймін деп Так, енді фигураға кірсеміз аяғынан бастаймыз. Ой, онда сіңдіп тұрма. Негізі бізге шын даже су алып қойылады, су алып қойымызда тұтардымызда. Қолға. Ей, сәлем. Сен де істейін деп бара жатыр ма? Сен де детский классқа қатысарсың әлі? Саған Эмирдің өзі жүргізетін шығар? Кейін. Енді мынандай аяқтарын істейміз. Саламыз да. Одан кейін мына тұр ғой, аяқ соқпайды ғой. Соған бәрі жабылсын да. 4 аяғын істеп аламыз бірінші. Бүгін қойды істеп жатқан себебіміз, бүгін Абдулбаха туралы оқиға сол қоймен байланысты болды. Абдулбаха кішкентай кезінде, осы балалар сияқты кезінде қойшылармен барған кезде қой бағуға. Сонда қойшыларға енді сол қойлардың хозяиндары бір сыйлық беру деген бір сондай дәстүр сондай бар екен. Сонда Абдулбахадан сұрайды, сіз бізге қандай сыйлық сыйлайсыз деп. Абдулбаха әрине ешқандай сыйлық өзімен алып келмеген еді. Ол бері ойланып, мен сендерге қой сыйлайым деп, жаңағы адамдар баққан қойдың өзін сыйлап жіберді. Бахаулла болса оған ашуланбаған, керісінше қуанып, баласының жомарттығына қуанған екен. Менің балам неткен жомарт деп. Басқа адамдарға айтқан екен. Мына Абдулбахаға қарап жүріңдер. Ол бір күні әйтпесе өзін барлық адамдарға сыйлап жіберуі мүмкін деп айтқан екен. Шын өмірде де сондай шынымен сондай болды. Ол барлық өмірін басқа адамдарға қызмет етуге сыйлады. Барлығына көмектесті, барлық адамдардың басын біріктіруге бар күш-жігерін жұмсады, сыйлады. А тут надо? Қой жасауға. Бұларды қазбай істейміз. Мынадай. Міне, осылай қой жасаған кезде рельефный ішіне пакет салып жібереді. Ол объемный болып шығады. Кәне, апам сенге не шығып жатыр? Көрсетші. Менде ит. Сен ит жасайсың да, арасын толтырып жатсың ба енді?
Керемет. Қана емес, сенің итің қандай шықты? О, құйрығы бар екен. Керемет. Қана құлақтар қайда? На көзі де бар ма? На көздері ма? Да, это мне нужно белый. Қойларды бағатын не ғой? Қойларды бағатын ит, иә? Дұрыс, иә. Күшті. Және, мынау алпамыстікі ма? Алпамыстың қой. Өйтті, мынау сиіміз ғой. Внутри пакет. Бірақ бір жаққа сайып қала береткен. А где мне? О! Не знаю, где мне это. Вот это. Керемет. Как тебе? Это нужно треками. И нужно бумагу. Міне қойлар шөп жеп, алаңда. Ты что у меня забрала? У меня столько было 3. Ал қойлар жүр екен жеп. Давайте спектакль ойнайық. Ага. А ты собака, которая защищает от волков. Сен А где волк? Ну это будет волк. Нет, это собака. Похож на волк. Нет. Да. Нет. Жоқ, ит болады ол. Осы қойлар қорғап. Ал енді давайте қасқырды просто фантазиямызбен ойлаймыз. Мен қасқыр болайын деп. Ал бала кім болады? Айғайлап жүреді. Мен. Ал. Бір күні іші пысқан қойшы. Қасқыр. Мама, ты вот так вот приходи все. Келмейді ғой, өтірік айтады ғой басында. Нет, ты за людей жишь. Қайда қасқыр? Біз оларды өлтіреміз. Қайда қасқыр? Ит сол уақытта үреді. Ит қалай үреді? Мына қоқлақ бала өреткен. Басы айнала береді ғой деймін, иә, алпамыз? Ты говоришь вот так. Сөйтіп, қайда қасқыр? Қайда қасқыр? Мен пошутил. Алдадым сенді. Өй, мына баланы неге сен үйтіп алдайсың? Өй, мына не деген бала сұмдық. Тәрбиесі қайда мына баланың? Болды. Келесі күні баланың тағы іші пысады екен. Қойлар болса шөп жеп, маңырап жүреді екен. Қалай маңырайды шөптер? Ой, қойлар. Сосын баланың тағы іші пысады екен. Стимон. Как это Стимон? Қасқыр. Ойбай, қасқыр дейді ғой. Az адам келеді екен. Қайда қасқыр? Мен алдадым сені. Ой, балақай. Бұл не сұмдық? Бұлай алдауға болмайды ғой. Шынын болса ше, енді біз саған сенбейміз. Кеттік біз. Қойлар шөп жеп, рахаттанып тұрады. Маңырайды. Стой, мама, стой, я теперь. Бір күні шынымен де қасқыр келеді. Вот қасқыр, вот. Ал қасқыр келгенде ит деген үреді, қатты үреді. Қасқыр келеді да бүкіл қойларды жеп кетеді. Бала болса айғайлап көмекке шақырады. Анары бала көмекке шақырады. Қасқыр. Ешкім оған сенбей қояды екен, ол 2 рет алдады. Сондықтан ешкім сенбейді оған. Сөйтіп, қойын барлығын қасқыр жеп кетеді екен. Сөйтіп, бала бір нәрсені түсінеді. Не нәрсені? Бір күні ешкім досың да, ата-анаң да, туыстарың да ешкімде сенбей қоятын уақыт болады екен, егер көп алдай берсең.
Я сейчас брюху этому овцу брюху. Знаете, что внутри него? Сейчас покажу. сөйтіп цитатаны кім айтады? Кімнің есінде? Шындық туралы. Мен емес. Ойбай. Апамыз сенің есіңде ме шындық туралы цитата? Ой, Апамыз вот смотрите, вот это его защита. Да. шындық туралы цитата есіңде ме бала? Нет. Жақсы. У меня защита. Күшті. Анар, давай порез сделаем моему. Знаешь, как вот апельсиновый только вот